Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 5.06.2024 жыл, есімім Нақыпбақжан, Шымкент қаласы, мамандандырылған соттың ішіне келдім. Мынау өткендегі соттың айыппұл салу туралы сотты қанағаттандырмай тастаған үшін бейне жазбаны алдым, бірақ бейне жазбаны алғанымды айтайын, мына жерге маған осындай міндеттеме жаздырып жатыр. Бұл міндеттеме жаздыру қаншалықты заңды? Себебі мен өзім құқығымды қорғау үшін мынау әлеуметтік желіге өзімнің қажетті жерлерімді салмау туралы ол қаншалықты мынау жариялық, ашықтық маған міндеттеме жаздырып алуға қаншалықты заңды? Аты жөндеріңізді таныстырып жібересіздер ме өздеріңіз? Бұл міндеттеме не себепті жаздырып отырсыз ба? Міндеттеме сот отырысының бейне жазбасын алған кезде оқысаңыз жоқ, бұл маған міндетті ме, міндетті емес пе? Мен жазбасам ба, қол қоймасам да бола ма, болмай ма? Міндеттеме деген ол міндетті. Бұны жазуға маған кім міндеттеп отыр бұны? Бұны судья, сот отырысының хатшысы осыны дайындап берген кезде осы міндеттемені бірге аласыз. Қандай жағдайда мен жариялауға құқығым бар? Тек оны судьямен аңғыласып хатшысы арнайы рұқсат алуым керек, жариялауға? Оған мен арнайы арыз жазуым керек па тағы да? Жақсы, мен қазір онда уақыт жоғалтпай мақсатында осы міндеттемеге қол қойып кете берем. Ары қарай жариялайтын кезде мен осы судьяға бір хат, бір нәрсе жазамын, арыз жазамын. Жақсы, рахмет.